Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Алгебра 7 сынып оқулық бойынша есептер шығаруды жалғастырамыз. Онда 11-ші есеп, бір мүшелерді көбейтуді орындаңдар және шыққан өрнектің мәнін табыңдар. Алдымен енді біз ол көбейтуді орындау үшін кішкене болсын бұл бір мүшелерді ықшамдап алайық. Сонда 4-тен 3 көбейтілген 5-тен 4, яғни мына коэффициенттерін бірінші жаздым, мына және мына. Енді а квадратымыз 4 болады екен, б квадратымыз 25-тен 9 болады екен. Сонда 4 пен 4 қысқарады. 3 жердегі 4-ін 9-ын болады 108, 5 жердегі 25-ін 125. Жауап осы түрде қалады, себебі 125 пен 108-дің ортақ бөлгіштері жоқ. Екінші есеп 0,4-ті көбейтеміз 8-ге а дейміз және б-ның 3 дәрежесі болады. Мына б мен б квадратты біріктіріп жаздық. Содан кейін а және б-ның орнына өзінің сәйкес мәндерін қоямыз. А дегеніміз ол 0,5, б деп отырғанымыз 27. Есептейтін болсақ, мәні 5,4-ге тең болады екен. Келесі есеп, үшіншісі 0,5, 16, а-ның 3 дәрежесі және б-ның 4 дәрежесі. Енді а және б-ның орнына сәйкес мәндерін қоямыз. А дегеніміз 0,5, 0,5-ті 2-ден 1 деп жазсақ болады. Сонда 2-ден 1-дің 3 дәрежесі болып тұр, е? Минус 2-ден 1-дің 3 дәрежесі. Б дегеніміз минус 2, минус 2-ның 4 дәрежесі. Сонда 0,5 көбейтілген 16 көбейтілген мына жерде тақ дәреже, сондықтан минус 8-ден 1, мына жерде жұп дәреже, сондықтан плюс 16. Бұл жерде мысалы қысқартатын болсақ, екі жердегі 0,5-ін 1-ді береді, жауабы минус 16 болады екен. Келесі, төртінші есеп, 18-ден 5 көбейтілген. Мына араласанды бұрыс бөлшекке айландыру үшін 3-ті 5-ке көбейтіп, оған 3-ті қосамыз. Сонда 18 болады екен. А-ның 3 және 4, яғни 7 дәрежесі, б-ның 8 дәрежесі. Сәйкес мәндерін мына жерде қысқартсақ, 18 мен 18-ді 5 пен 5-ті қысқартып жіберуге болады екен. Сонда а-ның 7-сі мен б-ның 8 дәрежесі қалады екен. А 0,2, я 10-2 дегеніміз қысқартып 2-ке қысқартатын болсақ 5-тен 1. Сондықтан минус 5-тен 1-дің 7 дәрежесі және минус 5-дің 8 дәрежесі болады екен. Сонда мына жерде 7 дәреже, яғни минус 1-дің 7 дәрежесі бәрібір 7, мынақта 5-дің 7 дәрежесі, минус 5-дің 8 дәрежесі, 5-дің 8 дәрежесімен тең, себебі дәреже көрсеткіші жұп. Сонда мұнда 7 дәреже мен 8 дәреже қысқарады да, жауабы минус 5 қалады екен. Келесі, 5-ші есеп, 2-ден 1, 4-тен 3, а-ның 3 дәрежесі, б-ның 9 дәрежесі, х-тің 4 дәрежесі болады екен. Бұл жерден а-ның орнына 2-ні қоямыз, 2-ның 3 дәрежесі дегеніміз 8, б-ның 9 дәрежесі бәрібір 1, 1-дің қанша дәрежесі болса да. Және х-тің 2-ден 1-дің 4 дәрежесі деген 2-ның 4 дәрежесі 16 болғандықтан 16-тан 1. Бұл жерде мысалы 2 жердегі 4-ім 8 береді, мына 8-бен қысқарсақ болады. Сонда 16-дан 3 деген жауап қалады екен. Келесі, жалғасы осы есептің 6-шысы. Минус 4 көбейтілген 6 көбейтілген а-ның 6 дәрежесі, б-ның 2 дәрежесі, с-ның 5 дәрежесі. Енді а-ның орнына 1-ді қоямыз, 1-дің 6 дәрежесі бәрібір 1, 4-тен 1-дің 2 дәрежесі 16-тан 1, 2-ның 5 дәрежесі білеміз, ол 32. Мынаумен қысқартатын болсақ,
төрт жердегі алтым 24, тағы да 2 көбейтеміз 48. Әрине таңбасын ұмытпаймыз. Жетіншісі 5-тен 2 көбейтілген 7,5 x-тің 4 дәрежесі, y-тің 2 дәрежесі, z-тің 5 дәрежесі. Енді тиісті мәндерін орнына қояйық. X-тің 4 дәрежесі, x-ның орнында минус 2 тұр, минус 2-нің 4 дәрежесі бәрібір 16-ны береді. Y-ның орнында минус 1 тұр, 1-дің 2 дәрежесі 1, z. Z дегеніміз бұл жерде 0,5, біз айтқанымыздай 0,5 емес, 2-ден 1, 2-ден 1-дің минус 5 дәрежесі, 2-нің 5 дәрежесі 32 болғандықтан минус 32-ден 1. Енді мысалы мына жерде қысқартсақ болады, мында 2 қалады, сосын мына 2 мен мына 2-ні қысқартсақ болады, сонда бізде қалады 7,5 бөлінген 5. Және мына минус таңбасы, яғни минус 1,5 болады екен. Және соңғы 8-ші есепті шығарайық. Минус 25 көбейтілген 0,16, m-нің 9 дәрежесі және n-нің 7 дәрежесі. Енді m 10-ның 9 дәрежесі, ал n дегеніміз 0,1-ді біз жаза аламыз 10-ның минус 1 дәрежесі деп тұрсыз ба? Осы 10-ның минус 1 дәрежесінің 7 дәрежесі дегеніміз 10-ның минус 7 дәрежесі. Сонда мына дәрежелер қысқарады. Мұнда минус 7 мен мұнда 2 дәреже қалады. Минус пен минус плюсті береді. 25 0,116-ға және оның 2 100-ге көбейтетін болсақ, бізде қалады екен 400.